Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өріктен жасалатын дәмді пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл рецепт ғаламторда өте танымал. Жасаған кезде менде бірден өте дәмді шықты. Сіздерге осы өрік бәлішін дайындап, жасап көруге кеңес беремін. Өріктің орнына басқа да қалаған жемістерді салып жасап көруіңізге болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк қойып, комментарий жазып, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Песочный тесто дайындап алу үшін ең алдымен ұн мен қорытқышты салып, үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып араластырамын. Ұн мен майды үгітіп алдық. Енді бөлек ыдысқа бір жұмыртқаны жағып алып, үстіне қантты салып, әбден ерігенше шанышқымен немесе венчикпен араластырып аламыз. Енді осы араластырылған қант пен жұмыртқа массасын үгітіп алған крошканың үстіне құйып, барлығын араластырып қамыр иілеміз. Осылай қолмен араластырып, біріктіріп отырсақ, біркелкі әдемі әрі нәзік, жұмсақ қамырға айналады. Мінекей песочный тесто дайындап аламыз. Енді пакетке 15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа 20-25% қаймақ салып, үстіне сгущенка салып, начинканы қоюлатып ұстап тұру үшін кукуруз крахмалын қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Начинкаға жұмыртқа қоспаймыз. 15 минутқа салып қойған холодильниктегі дайын қамырымызды алып, формаға салып, қолмен жаямыз. Сгущенканы араластырып, формаға құямыз. Жаған вилканың көмегімен әдемілеп түзулейміз. Далының сыртқы қабығын аршып алып, жіңішкелеп турап, пирогымыздың үстіне салып әрлейміз. Пирогымызды алдын ала 160 градуста қызып тұрған пеште 30 минутқа пісіріп аламыз. Басқа пирогтарға қарағанда тез піседі. Пісіп шыққан соң бөлме температурасында толықтай суытып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып аламыз. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі жеңіл пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер.